Комментарийларда адамдар маған сұрақ қояды, неге сен араласа бересің, неге сен айта бересің, осындай анау мынау деп ұрса береді. Оларға айтарым былай ғой, мен жасым 48-де, өмірде бәрін көрмесем де біраз нәрсені көріп тастағанбыз. Ол түрме, полиция, больница, неше түрлі нәрселерді көргенбіз, басынан жеке басымыздан өткен. Сондықтан мен мынау кейбір 18-20 жасар мұрынбоқ блогерлер сияқты түк көрмеген, үйден шығып көрмеген, сонда өзінше сарапшы болып отыратындай ондай емеспін. Өзіміз жүргенбіз, көргенбіз. Сондықтан менің хақым бар деп ойлаймын. Өзім пікірімді айту, өзім көзқарасымды айту хақым бар деп айтамын. Мен өз мнениемді, өз пікірімді ешкімге навязывать етпеймін күшпен, ол осындай, только менікі дұрыс деп. Бөлсем, өздерің қалай қарайсыңдар, қараңдар. Енді қараңдар, мысалы үшін мынау ситуацияда қазір көрсетіп берем. Сендер не көріп отырсыңдар? Көбісі да адамдар простой, көп басынан өтпеген, былай опыт жоқ адам бір нәрсені көреді, уже опытный адам басқа нәрселер көреді. Кейбір факттарды просто көзге көрінбейтін нәрселерді көреді. Енді мынаны қарап алыңдар. Мұқият қарап алыңдар, қараңдар. Мылтықты көрдіңіздер ғой видеода. Кімнің қолында болды? Сол мылтықты сендерден болды деп маған әңгіме айтқысы келеді. Сонда мен магазинде тұрып, пышақ ұстап, мылтық ұстап отырмаймын ғой. Сонда жоқ логика, мылтығымыз бар болса, біздің қолымызда мылтық атпаймыз ба? Сол кезде шерзатымызды өлтіріп қойып қарап тұрамыз ба? Логика қайда? Мылтығымызда біздің. Мен талап ететінім. Лучше біз сотталып кетейік. Көбісі бұл жерде қар жаубай, ол жаман тиді, оған осыны өзі шынымен қалай ол мылтық алып шығады деп сөйтіп көреді. Мен енді қараңдар, мен біріншіден не көріп тұрмын да? Бұл жерде қар жаубай басында мен бетіме или басыма бутылкамен ұрды, мен талып қалдым, ничего не помню. Сондықтан там баласына көмектесемін деп айтып жатыр. Мен көріп тұрмын бұл жерде, что іш жері көгермеген. Ол талып қалатын қатты удар болса, ол беті там мынандай болып ісіп тұру керек. Бетіне, басына ұрса, іш жері көгермеген де, ешқандай жарақат қазір бетінде жоқ. Екіншіден, тілім деп бит жабысып қалды. Ол негізі любой нарколог, любой даже полицейский, кішкентай шетін, болмаса бірдеңке потреблять ететін адамдармен опыты бар, араласатын, көріп жүретін адам сразу айтады. Ночью, наверное, этот человек бірдеңке потреблял. И арақ, болмаса басқа какой-то запрещенный заттарды потреблять еткен. До того сушняк болып тұр, тілі жабысып жатыр да. Үшіншіден, логика қайда деп айқайлап жатыр ғой. Ол сендермен манипуляция жасап жатыр да, сендермен. Логично да, қалай ол мынандай мылтық алып шығатын еді ғой, мылтықты бар болса оларды атпайды ма деген өзінше логика қосып жатыр да. Адамды ату оңай емес, мен сіздерге айтайын. Адаммен тірі адамды, мылтығың бар ма, автомат бар ма, это не значит, что сен обязательно оны атасың да. Даже балаң өлтіріп атқанын көріп, әр адамның духы жетпейді ол мылтықты пайдалану, адамдарға тақап атуға да, тем более қар жаубай сияқты адамға да, тем более неден көрдіңдер видеоны, аяқ жағында қалай ол магазинде қашып жүрген, ар жақта уже көріп тұрды, что ар жақта төбелес басталып атқан, шерзатты ұрып атқан, шерзатта төбелесіп атқан прекрасно көрді. Магазиннің ішінде кәдімгідей анау мышка анау клеткада тышқан сияқты жүреді ғой, ловушкада сөйтіп жүгіріп жүр ішіне, магазиннің ішіне. Ол да видеоларды көрдіңдер сотта. Ал енді негізі мынау кімнің, қар жаубайдың несін ашу үшін мен сендерге бір видеоны көрсетіп жіберем. Жақсылап тыңдаңдар. Кішкене ол адамға көзқарастарың мүмкін өзгереді. Енді қараңдар жақсылап. Шай бермей кітап, шамада қарапсың, Я туған болған, бауыр болған. Қар жаубай болған барамыз. И потом маған деп қой, сержант болған еді ол кезде. Сержантқа машинадан салоннан нұрғанат мылтықты береді, мен алып қойды. Бір жерге қып қой, көрмейтін ешкімді. Именно сол мылтықты қарасам, таныс болды маған. Қар жаубай кезінде көп біраз заттарды көрдім қолымнан. Өз көзіммен де көрдім. Жақсы адам деп айта алмаймын. Әкесін де ұрды. Сен десеңдер, мына саусақты, әкесінің мына саусағы жоқ қазір. Ол потому что неге? Ол мен есікке бірге бардым, папасымен бірге барғанда саусағын кесіп алып тастады. Егер кесіп алып тастамаса, қолына жерден кетеді. Нұрғанат, мынаны
ұрлады, алтын дей ма, сепішка дей ма, мойнында құлақта сырға, жаубай үйінің дүние мүліктерін сатып, мал бар ма, нелерін сатып, Нұрғанатты алып қалды. И потом 5 жылға не берді? Сот. 5 жылға ешқайда шығуға болмайды. Талғардың ішінен шығуға болмайды. 5 саусақты біліп алдым. Қандай қай туысқандар 5 саусақты біліп алдым. Қазір менде бір туысқан нөмірі жоқ. Араласпаймын. Жаубай семьясын айтқанда, бірақ қатты жақсы деп айта алмаймын. Ешқандай жақсы, керемет деп көңілімен айта алмаймын. Көрмей тұрып халық оған ақша жинап алады. Мен жамандап та жатырмын жоқ, мен шындықты айтып жатырмын. Бұл жерде ешкім бір-бірін жамандап жатқан жоқ. Менің асып тастайтын мүлігім жоқ, дүнием жоқ. Қарапайым, даже үстіге киім аламай жүрген адам. Өзім, шындықты айтқанда, қарапайым адам. Тақанса баратын себебім, тақанса барайын, жарайды. Үндемеді, енді үндемеді. Шыдамда шегі бар дейді. Енді барам, Эльмира шындығым. Жаубайдың Қамажай дүкені негізгі бастапқы кез осы жерде басталады. Одан кейін былай қарай ауат барлығы. Осы жерде төбелес жалғасады. Шамамен мына жерде және анау Мейірман тұрған жерге дейін Шерзат қашады. Сол жерге дейін қазір қадамен өлшейміз біз. Мына жерге көңіл аударыңыздар. Көше шамы жанбайды. Мына жерде кішігірім көше бар. Ары қарай жүреміз. 38. Қадам осы жерге дейін. Мына жерде Мамедованың бейне жазбасына салыстыратын болсақ, мына жақты көрсетсем, мына прожектор тура осы астында болған. Бұл көлеңкенің бағытын байқауға болады және мына ғимаратпен сәйкестендіріп осы жерде екенін анықтауға болады. Бұл жер жап-жарық. Қазір көріп тұр. Адамның беті, жүзі, көзі, қасына дейін, кірпіне дейін анықтауға болады. Сонымен қатар сотталушылардың көбісі біз көп барған жоқпыз, көбісі 20 метр деген. Зарекенің қадамымен 60 қадамнан асып кетеді, яғни бір қадам 1 метрге шамалас. Осындай арақашықпен жүгіріп кеп, егер Шерзат ұрып соқпаса, жедел жәрдем шақырып бірден ауруханаға барса аман қалады деп ойлаймыз. Әлеке, не айтасыз? Барлығы дұрыс. Бұл жерде мынандай болған, мына жерде Шерзат лап жатады, Нұрғанат екеуі. Содан кейін ана жерден түсірілген жаңағы Мамедованың видео сотқа да ұсынылады, біліп сезу үшін және халыққа да оқиға қалай болғанын көрсету үшін біз бүгін жексенбі күні осында келіп түсірілім жасап отырмыз.